Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім бейсенбі жастарға арналған танымдық подкастымызды бастаймыз. Бүгін бізде бірінші қонағымыз мұғалім, кәсіпкер Мадина Нұрманова. Мадина ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Мадина ханым, өзіңіз жайлы бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз, көрерменге таныстырып. Есімім Мадина, өзім педагогпын, мұғаліммін, ағылшын тілі мұғалімі. Біраз жыл болды осы салада жұмыс жасаймын. Өзім Алматыдан боламын, қазір Астанада жұмыс жасап жатырмын. Бұрында мектептерде жұмыс жасайтын, қазір жеке кәсібімді ашып, курстар жүргізіп жатырмыз. Ағылшын тілі. Ағылшын тілі, халықаралық тесттерге дайындау, IELTS, көбінше сол IELTS-қа дайындаймыз. Енді айттыңыз, өзіңіздің орталығыңыз бар, тіл үйрететін. Бұндай орталықтар шыны керек еліміз бойынша өте көп, қала бойынша да өте көп. Сіздің орталығыңыздың басқа орталықтардан айырмашылығы қандай? Ең бастысы менің ойымша бұл біздің кәсіби деңгейіміз. Себебі біз басқа орталықтарға қарағанда, мысалы, менің өзімнің ұстанымым сонда, мен мұғалімдерді жұмысқа алып жатқанда олардың біліктіліктеріне қараймын, өте жоғары болу керек, IELTS-тары жоғары болу керек, және студент болмау керек. Мысалы, басқа орталықтарда студенттерді, жастарда, мысалы, әлі мамандық бітірмей жатып, немесе педагог емес мамандарды ала береді, бізде ондай емес, тек қана педагогтарды жалдаймыз, жұмысқа аламыз, және соған қатты мән береміз. Яғни білім деңгейлеріне және кәсіби деңгейге қатты қарайсыздар. Қандай әдістер қолданасыз оқыту барысында? Енді жаңалық ашып жатқан жоқпыз. Оқулықтар қазір халықаралық деңгейде өте жақсы оқулықтар бар. Кембридж, Оксфорд дегендей сол оқулықтарға сүйене отырып, жаңағы коммуникативті методика дейді, project-based learning дейді, яғни жас оқушыларды, мектеп оқушыларын project-based learning деген бағдарламамен оқытамыз, ал үлкендерді жаңа коммуникативті методика, сол. Біз енді еліміз үш тілді деп айтамыз ғой, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Не дегенмен де ағылшын тілін білетін адамдар көп, бірақ бәрі емес. Тіл үйренуде сіз қалай ойлайсыз, не кедергі адамдарға, және де қалай тез үйренуге болады? Ағылшын тілі болсын, басқа тіл болсын. Біз өзіміздің парақшамызда да көп соны айтып жатамыз. Лайфхактар. Көп адамдар лайфхактар іздеп жүреді, және де лайфхактарға алданады. Яғни қазіргі таңда сондай бір жалған ақпараттар толып жатыр. Ағылшын тілін 3 айда, 2 айда меңгеру деген сияқты. Бізде сондай подходтан біз өте алыспыз. Яғни біз шындықты айтуға тырысамыз. Бұл үлкен ұзын жол. Яғни сіз ағылшын тілін меңгерем десеңіз, сізге өте үлкен мотивация, және сол жолда біраз уақыт жұмыс жасауға дайын болу керек. Сол ғана. Ал лайфхактар, менің ойымша, қазір ақпарат өте көп, инструменттер өте көп. Яғни интернетте тегін үйренуге де болады. Адамға тек қана адамның өзі кедергі бола алады. Мотивация керек. Және оның жалқаулығы ғана кедергі бола алады. Ал жалпы айтқанда, мысалы, қазір жастарды көріп жатам, қалада жүреді, қолында күні бойы телефон ұстап жүреді, бірақ сол телефонды, мысалы, тиімді жаққа қолдана алмайды, мысалы, сол ғана. Қазір TikTok'та да, YouTube'та да, мысалы, тегін ағылшын тілін үйрететін курстар, енді білмеймін, мыңдаған шығар, бірақ оны ашып қарамайды адамдар. Менің ойымша, ол адамның өзіне байланысты, ізденістеріне байланысты деп ойлаймын. Ағылшын тілін сіздер офлайн және онлайн үйретесіздер? Онлайн, офлайн. Негізі онлайннан бастадық, бәрі пандемиядан басталған. Мен өзім жеке кәсіби жолы мектепте басталды, мектепте жұмыс жасадым. Одан кейін пандемия басталды, білесіздер. Пандемияда как раз бір қаладан екінші қалаға жұмыс бабымен, жолдасымның жұмыс бабымен көшкен соң, ойладым, қалай болады екен деп, осылай көше беріп, мектепті оқушыларымды тастай беруге болмайды, онлайн көшсем бе екен. Яғни пандемиядан бірнеше ай бұрын болған сондай жағдай, және онлайнға көше бастадым. Бір қызық болды, Zoom-ды пандемиядан бұрын үйреніп пайдалана бастадым. Қызық болды сол жағдай.
оқушылар ала бастадым, сөйтіп онлайнға толығымен көшіп өзім жеке жұмыс жасай бастадым. Қарасам сұраныс көп болған соң өзім үлгере алмай басқа мұғалімдерді іздеп собеседование жасап оларды жұмысқа алып солай басталып кетті. Онлайн 2 жыл жұмыс жасадық. Одан кейін былтыр 2022-де 2 жыл жұмыс жасап офлайн орталық ашуға бел будық, яғни осы Астанада. Жаңа IELTS үйретем деп айтып қалдыңыз, сол бойынша айтып өтіңізші. IELTS-ты жоғары балға тапсыру үшін адамдарға қанша уақыт керек? Мысалға, әлеуметтік желіде жаңа айтып қалдыңыз, IELTS-ты 3 айда жаңағы 7 балл алуға көмектесеміз, 2 айда 4 айда бір белгілі бір мөлшерді қояды да өздері үйретеміз деген уәде береді. Бұл уәде қаншалықты орындалады және де бұл рас па? 4 айда 3 айда IELTS-ты жоғары балл алуға? Ол жартылай рас деп айта аламын, себебі сіз сондай бір реклама жіберсеңіз, онда астында мынандай ремарка болу керек та. 2 айда біз сізді 7-ге жеткіземіз, егер сіздің деңгейіңіз осындай болса. Мысалы, көп рекламаларда ондай нәрсені байқамайды да, адамдар оқымайды, анализ жасамайды, тез сене қалады да. Мысалы, өзінің деңгейі мысалы өте төмен бола тұра 2 айда 7-ге жетем деген бір оймен барады, алданады, одан кейін жүреді жылдап солай. Ана мектепке барады, мына мектепке барады, түсінбейді проблема не екен. Бізге келген соң біз айтамыз, сізге қазір IELTS курсын қайта өтіп, қайта тапсырудың мағынасы жоқ. Сіз негізінде бір рет деңгейіңізді көтеріп алсаңыз, одан кейін жұмыс оңай. 2 айда біз сізді дайындап береміз. 2-3 айда жақсылап дайындап жоғары балға дайындап береміз деп айтамыз. Біз енді тыңдармандарымыздың, көрермендеріміздің көпшілігі жастар. Жастарға қандай кеңес бересіз тіл үйренуде? 3 кеңес Мадина ханымнан. Ең үлкен проблема менің ойымша ол тез беріліп, тез тастап қою тіл үйренуде да. Мысалы, ол жағдайды былай салыстырсақ болады. Кішкентай балалар мысалы туылғанда сразу сөйлеп кетпейді ғой, дұрыс па? Сол үшін 2-3 жыл өтеді. Қазақ тілін, ана тілін меңгергенше ол қарайды, бақылайды, үндемей жүреді бала. Сол сияқты ағылшын тілі де солай. Как минимум 2-3 жыл сіз соған күш жұмсап, тастамай, үздіксіз. Ең маңызды нәрсе сол стабильность, система. Үздіксіз оқып жүрсеңіз, мен нәтижеге жетпеген адам көрмегем. Ал былай бізге келіп, мен 10 жыл оқып жатырмын, әлі сөйлей алмаймын, немесе 5 жыл болды, ана курсқа барам, мына курсқа барам, мұғалімдерді ауыстыра берем деген адамдарға кейін анализ жасасақ, олар жаңағыдай 1 ай оқиды, 2 ай оқиды, ана жақта 2 ай оқыған, тастап қойған, мына жақта 1 ай оқыған, тастап қойған, содан кейін ешқандай нәтиже болмайды. Үздіксіз оқу керек. Сіз ең керемет мұғалім тапсаңыз да, ол сізге система болмаса өзіңізге байланысты. Ал мына мұғалім маған ұнаған жоқ, что-то мына жақта маған дұрыс қараған жоқ деген сияқты сіз ізденісте жүрсеңіз, онда нәтиже солай ұзара береді, алыс бола береді деп ойлаймын. Мадина ханым, келгеніңізге көп рахмет. Біздің көрермендер, жастар өздеріне керекті жақсы ақпарат алды деген үміттемін. Рахмет, сіздерге де бәріне сәттілік тілеймін. Жастарға ағылшын тілін үйреніңіздер. Әрдайым ағылшын тілін білетін маман қай салада болса да, мысалы журналист болса да, маркетолог болса да, даже мысалы аспазшы болса да, ол ағылшын тілін білсе, ол әлемдегі ең соңғы, ең актуалды ақпаратты ала білетін және өзінің бірінші источниктен, алғашқы источниктен ақпаратты ала білетін және елдің алдында, яғни алғы қатарда жүретін адам болады деп ойлаймын. Рахмет. Сізге де рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.